саламатсыз ба? Сәлем, балақай. Жалғыз жүрсің бе? Әрине. Сені бұл жерге қалай кіргізді? Охрана кіргізбейді ғой. Ой, мен кіріп кетемін ғой. Апай, сіз өте сұлу екенсіз. Ой, рахмет. Кімді іздедің? Сізді іздедім. Мені? Мені неге іздедің? Мен сізді сатып алуға келдім. Не? Сатып алуға? Сен ондайға тым кішкентай емессің бе, балақай? Жоқ, апатай, мен кішкентай емеспін. Мен өзім жұмыс істеп ақша тауып жүрмін. Балақай, барда сол ақшаңды анаңа апарып бер. Менде ана жоқ. Түсінбедім. Менде ешкім жоқ. Апай, мен көп ақша жинап сатып алуға келдім. Сіз маған ана болып бересіз бе? Менің қатарластарымның барлығында анасы бар, ал менде ана жоқ. Мен анамның түрін ешқашан көрмеппін. Анашым деп ешқашан ешкімді тап көрмедім. Бірақ мен анамды әлемдегі ең сұлу әйел болған деп ойлаймын. Сіз де өте сұлусыз. Мен өз анамның болған сондай тілеймін. Сол үшін ай бойы ұйқы күлкісіз жұмыс істеп ақша жинадым. Өзіме ана тауып алсам, басқасы түк демесе деп өзімді жұбатып келдім. Сіз маған ана болыңызшы. Мен басқа балаларға ұқсап, ананы мұнан алып бер деп мазаңызды алмаймын. Сізді ренжітпеймін, ашуландырмаймын. Өтінемін. Маған тек қана ана керек. Егер бұл ақшамды аз десеңіз, мен тағы да жұмыс істеп, көп ақша тауып сізге әкелейін. Сен не деген ақылды баласың, балақай. Әрине, сендей балам болғанына не жетсін. Сен маған бүгін өте көп нәрсені түсіндірдің. Мен бір сәтке өз-өзімді соншама жек көріп кеттім. Осы күнге дейін не істеп жүргенімді қалай ойламағам. Ойласам да ештеңені өзгертуге қалай тырыспағам. Бірақ бүгін бәрін өзгертем. Менің де үйде сен секілді балам бар. Ол мені күтіп отыр. Мен үйіме қайтамды. Енді бұл жерге ешқашан қайтып айналып келмеспін. Ешкім де ана деген адамды еш жерден ақшаға сатып алмайтынын түсіндім. Сен маған өз қадірімді түсіндірдің, балақай. Рахмет саған. Бірақ кешір. Мен саған ана бола алмаймын. Ана